Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың ешқа дайындықтың екінші сабағы бөлшектер. Түсінбей қалған есептермен қатемен жұмыс. 12-ші бетте екінші есептің А нұсқасында 2,7-ден 1 көбейтілген жақша ішінде 3 қосу 5-тен 6 бар. Бірінші біздер жақшаны орындап аламыз. 2,7-ден 1 тұра береді. Жақшаны орындаған кезде бізде бұл жер оңай. Себебі бүтін санға бөлшек санды қоссақ, сол күйге қосыла береді. Бұл жерде ешқандай ортақ бөлім берудің қажеті жоқ. 3-ке қоссақ 5-тен 6-ны 3,5-тен 6 болады. Ары қарай қарапайым көбейтуді орындаймыз. Яғни аралы санды бұрыс санға айналдырамыз. Бұл 7-ден 7-ні 2-ге көбейтеміз 14, оған 1-ді қосамыз 15 болады. Ал бұл санымыз 5-тен 5 3-ке көбейтсек 15, оған 6 қосақ 21 болады. Бізде қысқартуды кейбір балалар түсінбей қалып отыр. 15 пен 5-ті қысқартқанда қай жерге қай санды жазатын, 3 пен 1-ді қайда жазатын шатасып жатыр. Бұл жерде екеуіне де ортақ бөлінген сан 5 болғандықтан 5-ті 5-ке бөлеміз 1 болады. Осында жазып қоямыз. 15-ті 5-ке бөлеміз 3 болады. Оны мұнда жазып қоямыз. 7 мен 21-дің ортақ бөлінетін саны ол 7. 7-ні 7-ге бөлсек 1, 21 7-ге бөлсек 3 болады. Бұнда бізде шығатын сан 3-тің көбейтіндісі 9. Бөлімінде 1-дің 1-ді көбейтісі 1. 9 бөлі 1 бұл бүтін 9 деген сан шығады. Келесі есеп бізде 14-ші беттегі В есебі. Бұл жерде де бірінші қолданатынымыз біздің жақшаның іші. Жақшаның ішінде 2,3-тен 1 азайту 1,9-дан 1. Біз ортақ бөлім 9-ға келтіріп аламыз. 9-ға келтіру үшін біз 3-ке көбейтеміз. Яғни 2,9-дан 3, 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 3-ті 1-ге көбейтсек 3. Азайту 1,9-дан 1. Бөлінген 4 тұра береді. Бұл жерде бөлімдер бірдей болғандықтан бүтінне бүтінді алымнан алымнан азайтеміз. 2-ден 1-ді азайтсақ 1 бүтін бөлімі тұра береді 9, 3-тен 1 азайтсақ 2 бөлінген 4. Енді бұл жерде 1,9-дан 2-ні аралас саннан бұрыс санға айналдырайық. Бұл 9-дан 11 бөлінген 4. Бізде бөлуді көбейтумен есептеу үшін 1-ге бөлжереміз сол санды. Яғни 11-ден 9 көбейтілген. Мына арада 4 бөлінген 1 бар ғой. Біз сіздерге орындарын ауыстырамыз деп үйреттік қой. Бүтін санда 4 бөлі 1 болса, бөлу кезінде, ал көбейту кезінде ол 1 бөлінген 4 болып керісінше ауысып кетеді. Бұл жерде қысқаратын ешқандай сан жоқ, сондықтан 11-дің 1-ге көбейтіндісі 11, 9-ның 4-ге көбейтіндісі 36. Жауап бізде 36-дан 11 болады. Ал келесі тағы түсінбей қалған есебіміз, ол бізде 14-ші бет С. Бұл жерде 1,4-тен 3 қосу 2,8-ден 7 көбейту 46-дан 9 жақша жабылады, бөлінген 96-дан 37. Ең бірінші біз жақшаны орындаймыз. Жақшаның ішіндегі көбейтуді орындаймыз. Бірінші амал көбейту болсын. 2,8-ден 7-ні көбейтеміз 46-дан 9-ға. 2,8-ден 7-ні бұрыс санға айналдырамыз. 2-ні 8-ге көбейтсек 16, 16-ға 7-ні қоссақ 23. Көбейтілген 46-дан 9. 23 пен 46 23-ке бөлінеді. 23 көбейтсек 1, 46-ны 23-ке бөлсек 2. 1 мен 9-ды көбейтсек 9 болады. 8 мен 2-ні көбейтсек 16 болады. 16-дан 9. Бұл бізде көбейтінді мәні. Келесі амал жақшаның ішіне қосуды орындау. Екінші амал бізде 1,4-тен 3 қосылған 16-дан 9. Ортақ бөлім 16. Сондықтан мына жерге 4-тен береміз. Бұл болады 1,16-дан 4 3-ке өтсек 12 қосылған 16-дан 9.
бүтінге бүтін бөлімі тұра береді, алымына алым қосамыз. Сонда 1 бүтін 16-дан 12-ге 9 қоссақ 21 болады. Бізде есеп шықты. Жақшанышы. Енді соңғы амал бізде бөлуді орындау. Үшінші соңғы амал 1 бүтін 16-дан 21 бөлінген 96-дан 37. Біз аралас санмен бөліп көбейте алмаймыз, сондықтан аралас санды бұрыс санға айналдырамыз. 16-ны 1-ге бөлсек 16, оған 21 қоссақ 37 көбейтілген 96-тан 37-ні көбейту барысында орындарын ауыстырамыз. Яғни 96 жоғарыға 37 бұл сан бізде 6-ға қысқарады. 96-ны 16 бөлсек 6, 16-ны 16 бөлсек 1 болады. Сонда жауап бізде алымында 6, астында 1, сонда толық 6 деген сан шығады. Осы шығарған есептерді түсініп алғаннан кейін өтініш қайтып өзіңіз бір шығарсаңыз, солай есте жақсырақ қалады. Енді алдағы тапсырма 19-шы 20-шы беттерден есеп берген болатынмын. Сол 19-шы беттен бір есеп түсіндіріп жіберейін. Бізде берілген 4-тен 3 бөлу 6-тан 5 қосылған 2 бүтін 2-ден 1 көбейту 3-тен 2 азайту 1 бөлу 1 бүтін 9-дан 1. Бізде бұндай ұзақ есеп берілсе, бірінші көбейту бөлулерін орындап аламыз. Рет-ретімен қайсысы бірінші келеді? Бірінші көбейту болса көбейту, бірінші бөлу тұрса бөлу. Кейінгі амалдар қосу азайту. Бірінші осы өрнекті, екінші осы өрнекті, үшінші осы өрнекті орындаймыз. Кеттік. Бірінші 4-тен 3 бөлу 6-дан 5. Бізде бөлу кезінде орындар ауысады. Екінші бөлшектікі 4-тен 3 көбейту 6-дан 5 болып кетеді. 4 пен 6 қысқарады 2-ге. 4-ті 2 бөлсек 2, 6-ны 2 бөлсек 3. Шығатын жауап 5-тен 9. Екінші амал. 2 бүтін 2-ден 1-ді көбейтеміз 3-тен 2-ге. Біз 2 бүтін 2-ден 1-ді бұрыс санға айналдырайық. 2-ні 2 көбейтеміз 4, оған 1-ді қоссақ 5 көбейтілген 3-тен 2. 2 мен 2 қысқарады. 5 пен 3 қалады. Сонда жауабы 3-тен 5. Сосын біз 1-ді бөлеміз. 1 бүтін 9-дан 1-ге. Бұл 1-ді бөлеміз 9-дан 10-ға. Бұл ары қарай 1-ді бөлеміз, орындар ауысады 10-нан 9-ға. 1-ді көбейтеміз деген. Кешіріңіз. Сонда бізде шығатын жауап 10-нан 9. Бізде енді мынандай өрнек пайда болды. 5-тен 9 азайту 3-тен 5 қосу 3-тен 5 азайту 10-нан 9. Бұл жерде үшеуіне де бөлінетін сан бұл 30 болады. Ортақ бөлім 30-дан береміз. Саған бедек. 30-дан 6-дан береміз. 6-ны 5-ке өтсек 30, 6-ны 9-ға өтсек 54. Қосылған 30-дан мына жерге 10-нан берейік. 10-ды 3-ке өтсек 30, 10-ды 5-ке өтсек 50. Азайтылған араға 3-тен берейік. 30-дан 27. Бөлімдері бірдей. 30 жазып қоя беруімізге болады. Ал бөліміне 54-ке 50-ді қосып, одан 27-ні азайтамыз. Немесе 54-тен 27-ні азайтып, оған 50-ді қосып болады. Қалай ыңғайлы. Мен жағдайымда 54-тен 27-ні азайтсам, 27 шығады. 27-ге 50-ді қоссақ 77 болады. Бірақ 30-дан 77 бізде аралас бұрыс сан болғандықтан біз оны дұрыс санға айналдыру үшін аралас санға айналдырамыз. Бұл жерде 2 бүтін 30-дан 17 болады. Яғни 77-ні 30-ға бөлсек 2 болады, 17 қалдық болады. Қалдығы төбеге жазылады. Осымен
Тамам. Осы үлгіге қарап, қалған есептерді өз беттеріңізбен шығарып шығыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.